Негізі жүз ойланып, мың толғанып, өкінбестей өмір сүруге тырысамын. Өткен күнге өкпем жоқ, тек аталы сөздің қасиетін, құдіретін кеш түсініп, осы күнге дейін жейтін бір ішімде қасіретім бар десем де болады. Көбінесе адамдар үлкендер ақыл айтқанда, немесе әңгіме айтқанда біз мән беріп тыңдай бермейміз ғой. Осы Алматыға келген жылдары қалада ағам бар, жеңгем бар деп ауылдан келген кішкентай қайынсіңлімді бір болмайтын дүниеге бола ренжітіп қойып, сол ренжісімен ауылға жіберіп, көп ұзамай содан өзімнің туған әпкемден айырылып қалған болатынмын. Сол кезде түсіндім, кімге не істесең, немесе не тілесең, басыңа еселеп қайтады деген сөздің құдіретін. Содан өзімнің қателігімді кеш түсініп, біреудің орнына өзімді қойып, етті түзулегенмен, сонда да сол бір өкінішім әлі күнге дейін ішімнен кетпейді, өзегімді өртейді. Негізі біз пенделер ешқашан өзімізді кінәламаймыз ғой. Біреуді кінәлаймыз деп, өзімізді аппақ көрсетеміз деп, өзіміздің аппақ ғұмырымызды былғап жатамыз. Қазір мен шын қара ниеттілерге еш ренжімеймін, тек Аллаға тапсырамын. Аллаға тапсырып өзім өкінішсіз өмір сүруге тырысамын.